Назарларыңызда жаңалықтар. Ассалаумағалейкум, студияда Жамбыл Зинолла. 11 мамыр күні елімізде төтенше жағдай режимі аяқталады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың мәлімдемесінде осылай делінген. Бірінші кезекте өндіріс орындары, құрылыс, жол құрылысы және көлік компаниялары, банктер және халыққа қызмет көрсету орталықтары жұмысқа кіріседі. Бірақ барлық санитарлық нормаларды сақтап, жұмыс орындарында үнемі дезинфекция жүргізіп тұрулары қажет. Бұл іске мекеме басшылары және әкімшілік қызметкерлер жауапты. Ал тұрғындар әлеуметтік ара қашықтықты сақтаулары керек. Еліміздегі қазіргі ахуалға байланысты және мемлекеттік комиссияның ұсыныстарын негізге алып, мен төтенше жағдай режимін биылғы 11 мамырға дейін ұзарту туралы жарлық шығару жөнінде шешім қабылдадым. Бұл біз бастан өткеріп жатқан күрделі кезеңнің талабы. Заңға сәйкес 11 мамырда төтенше жағдай режимі аяқталады. Елімізде пандемияның шеңгелінен құтқару бәрімізге ортақ міндет. Мен үшін әр азаматтың өмірінен қымбат ештеңе жоқ. Сонымен қатар жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік комиссия карантин талаптарын жеңілдетуге дайын. Алдымен вирустың таралуын қатаң бақылауда ұстап отырған облыстар мен қалалардан бастауға болады. Мемлекеттік комиссияға елорданың үлгісімен еліміздің барлық аймағында өз жұмыстарына кірісетін мекемелердің тізімін жасау тапсырылды. Сондай-ақ 1 мамырдан бастап Елорда мен Алматы арасындағы әуе рейстері жанданады. Жолаушылардың екі қалаға ұшақ арқылы қатынауына рұқсат беріледі, бірақ әуе компанияларының басшылары ұшақ ішінде санитарлық талаптардың сақталуын қатаң қадағалауы тиіс. Мемлекет басшысы карантин режимін біртіндеп жеңілдету, бұрынғыдай емін-еркін жүріп тұруға болады дегенді білдірмесе керек деді. Экономиканы құтқара алатын кәсіпорындар ғана іске қосылады. Қалған мекемелердің есігінен әзірге құлып алынбайды. Карантин режимін біртіндеп жеңілдету дегеніміз өзіміз үйренген күнделікті тіршілікке қайта оралу емес екенін ұғынғанымыз жөн. Ойын-сауық және сауда орталықтары, кинотеатрлар, ресторандар, саябақтар мен адам көп жиналатын басқа да орындар әзірге жабық болады. Жоғары оқу орындары, колледждер, мектептер қашықтан оқытуды жалғастыра береді. Ел тұрғындарын бұл шараларға түсіністікпен қарауға шақырамын. Денсаулық сақтау министрлігі мәліметіне сүйенсек, елімізде коронавирус инфекциясын жұқтырудың тағы 63 дерегі тіркелді. Сонымен Қазақстан бойынша індетке шалдыққандардың жалпы саны 2780 адамға жетті. 682 науқас емделіп шықты, 25-і қайтыс болған. Бүгін елімізде карантин жарияланғанына 40 күн. Кейбір мекемелер жұмысын жандандыруға 20 сәуірден бастап рұқсат алды. Соған байланысты қала ішінде көлік нөпірі көп. Автокөліктер қозғалысы 10%-ке көбейген. Дегенмен арнайы мобильдік бекеттерде тексеру шаралары жүргізіліп жатыр. Іріктеу арқылы көліктерді тоқтатып тексереді. Полиция қызметкерлері карантин режимін әлі де қатаң сақтауды сұрайды. Елордада атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасылардың 1-ден 6 жасқа дейінгі балаларына азық-түлік пен тұрмысқа қажетті тауарлар беріліп келеді. Бұл игі сәуірдің 17-сінде басталған. Мұндай көмекке ұзын ырғасы 2700-ден аса отбасы, яғни 4600 бала ие болды. Кепілдендірілген әлеуметтік пакетпен қамтылатын 2700 отбасының осы күні 1000 жарымына азық-түлік тұрмысқа қажетті тауарлар берілген. Бұл дегеніңіз 4600 бала аталған көмекке ие болады деген сөз. Сондай-ақ біргеміз акциясы аясында осы отбасыларға 50 данадан бір реттік маска берілуде. Үкіметтен әлеуметтік көмек, кепілдендірілген әлеуметтік көмек алып тұрмын. Осымен екінші рет маска беріп тұр. Рахмет үкіметке. Бұдан басқа мен ақшалай көмек алдым, 42500 берді. Енді 42500 теңге жайында. Бас қалада осы кезге дейін азаматтарға жалпы құны 11,5 миллиард теңге төленген. Сәуірдің 26-сына дейін мұндай қаржылай қолдауға 270 мыңнан астам адам ие болды. 42500-ге мен заявка бердім. 14 сообщение келді. Вакцин значение номерді бәрін жіберіп, содан алдым. Қиын сәтте осындай қолда болып жатыр. Акиматтан да көмек берілді, азық-түліктер де берді. Сосын ГСП-дан да осы тұрғанда алып отырмын. Рахмет үлкен.
Мемлекет басшысының тапсырмасымен 42,5 мың теңге көлеміндегі әлеуметтік төлемді алушылар тізімі кеңейтілді. Өтініш беру әдістері барынша жеңілдетілген. Бұдан бөлек елбасының тапсырмасымен 50 мың теңге көлеміндегі әлеуметтік көмекті бас қалада 14,5 мыңға жуық адам алды. Тағы 28 мың азаматқа қаржылай қолдау жасалады. Қорған Төреқожа, Хабар 24. Енді шетелден бірер ақпар. Израильде карантин режимі жеңілдеп, сән салондар мен шаштараздар қызметі қайта жанданды. Алайда сауда орталықтар мен дүкендер сол күйі жабық. Мейрамхана келушілері болса тамақты тек өзімен бірге алып кете алады. Бірақ сақтық шаралар қатаң сақталуы тиіс. Сұлулық салонының шеберлері қолғап пен медициналық бетперде кию міндеттеледі. Айта кетейік, бүгінде Израильде 15 мыңнан астам науқас тіркелген, 201 адамның қайтыс болғаны белгілі. Жұмысымыздың ерекшелігі сол, біз клиентпен үнемі тығыз байланысты боламыз. Өйткені шаштың қандай екен, оның түсін, түрін ажырата білуіміз үшін клиенттің шашын ұстап көреміз. Осыдан қай құрал сайманды қолдану керегін түсінеміз. Алайда қазіргі шектеу шараларына байланысты қолғаппен жұмыс істеуге мәжбүрміз. Ыңғайсыз әрине, бірақ оған да үйреніп кететін шығармыз. Италияда 4 мамырдан бастап шектеу шаралары біршама жеңілдейді. Бұл жайлы ел премьер-министрі Джузеппе Конте мәлімдеді. Телевизия арқылы халыққа үндеу жасаған үкімет басшысы бұл күннен бастап кафе, барлардың қызметі қайта жанданатынын жеткізді. Бұған қоса ел билігі тұрғындарға өздері тұратын провинция бойынша жүріп тұруына рұқсат бермек. Сондай-ақ туған туыстарды аралап саябақта серуендеуге рұқсат. Айта кетейік, Италия коронавирустан көп зардап шеккен елдердің бірі. Мұнда 26 мыңнан астам адам қайтыс болып, 200 мыңға жуығы вирус жұқтырған. Еліміз пандемияны еңсеру жолында біршама жұмыстар атқарды. Енді келесі кезеңге өттік. Қатаң шектеу шараларының арқасында біз вирус құрбандарының санын айтарлықтай қысқарталдық. Енді міне сіздерге 4 мамырдан бастап ел бойынша карантин тәртібі жеңілдейтінін хабарлағым келіп тұр. Өз кезегінде Париж маңындағы Сен-Дени елді мекенінде жергілікті полицейлер 140 мың маска тәркіледі. Белгілі болғандай тауар қара нарықта сатылмақ болған. Естеріңізге салайық, наурызда Франция үкіметі шешім қабылдап бетперде медицина қызметкерлеріне ғана берілетіндігін айтты. Сондықтан шаһар дәріханаларында маска тапшы. Айта кетейік, бүгінде Францияда вирустан қайтыс болғандардың саны азайып келеді. Ал Германия тұрғындары бүгіннен бастап маска тағуға міндеттеледі, яғни бетпердесіз дүкенге барып қоғамдық көлікпен қатынауға болмайды. Алайда соңғы ақпар бойынша медициналық тауар қоры таусыла бастаған. Жалпы Германия елі Еуропадағы өзге елдерге қарағанда коронавируспен сәтті күресіп келеді. Соңғы дерек бойынша бүгінде бұл елде 6 мыңдай азамат қайтыс болды. Бұл Ұлыбритания, Франция, Испания және ақш елдермен салыстырғанда біршама аз көрсеткіш. Испанияда 6 аптаға созылған қатаң карантин режимінен соң балалардың сыртқа шығып ойнауына рұқсат берілді. Осылайша ел премьері Педро Санчес тұрғындардың наразылығына құлақ асып, 14 жасқа дейінгі балаларға оқшаулану ережелерін жеңілдетіп отыр. Енді олар тәулігіне 1 сағат далада емін-еркін ойнай алады. Бірақ балалар алаңы жабық күйде қалады екен. Жалпы Испания қатерлі вирустың Еуропадағы негізгі ошағы саналады. Індет таралғалы бұл елде 226 мыңдай адам инфекцияға шалдығып, 23 мыңнан астамы қайтыс болды. Ал көршілес Ресейде қазір жағдай ушығып тұр. Соңғы тәулікте бұл елде вирус жұқтырудың 6300 жаңа дерегі тіркелді. Науқастардың басым бөлігі Мәскеу мен Мәскеу маңынан анықталған. Жалпы бүгінде Ресейде тіркелген науқастар саны 80 мыңнан асады. Коронавирустан айтарлықтай зардап шеккен елдердің бірі ақш. Әсіресе Нью-Йорк штатындағы жағдай мұндағы әрі мегаполистің тынысын тарылтып, тұрғындардың зәресін қашырды. Алып шаһардағы жағдай қандай? 6 апта бойы карантинде жатқан елдің қауіпті індетті жұқтыру бәсеңдеді ме? Тілшіміз айтсын. Нью-Йорк бүгінгі дейін қалада ауру жұқтырғандар саны 155 мың, оның 11.817-сі көз жұмды. Емделіп шыққандар қатары 18 мыңнан асқан. Науқастардың 3-тен 1 бөлігінде ауру белгісіз өтіпті. Ал жартысына жуығында дерт жеңіл түрде болған. Эпидемиологтар болса, ауырғандар қатары ресми статистикаға қарағанда 10 есе көп болуы мүмкін дегенді алға тартады. Себебі үйде емделушілер баршылық.
Я связался со своим врачом. Өзімді жайсыз сезінген соң дәрігерме хабарласып жөтел пайда болғанын, дене қызуымның көтерілгенін айттым. Ол сізді құттықтаймын, жолыңыз болыпты деп жауап қатты. Сөйтті де үйде емделудің жолдарын түсіндірді. Ол көбірек су ішу және қызуды басатын дәрі қолдану. Ішінара кездесетін бұл әдіс үнемі оң нәтиже бере бермейді екен. Келесі науқастың жағдайы соған дәлел. К сожалению, пришлось вызвать скорую, потому что даже я... Өкінішке орай менің жағдайымда жедел жәрдем шақыруға тура келді. Себебі дене қызуын басу үшін қолданған дәрі пайдасын бермеді. Температура 39 болды. Өзімді өте жайсыз сезіндім. Дәрігерлер сынама алып, соның нәтижесінде коронавирусқа шалдыққаным белгілі болды. 12 күн бойы қызуым түспеді. Кейде сағат сайын дәрі іштім. Арасында 15 тіпті 20 минуттап жөтел қысатын. Тек 3 аптадан кейін жағдайым түзеле бастады. Қазір Нью-Йоркте тағы 2 түрлі әдіспен ем жүргізіліп жатқандығы белгілі болды. Оның бірі аурудан емделіп шыққан адамдардың қан плазмасын қолдану. Ал екіншісі қыжылды басатын дәріні пайдалану. Жергілікті бақ өкілінің айтуынша, дәрігерлер осылайша барлық әдісті қолдануға тырысуда. Сондай-ақ билік алдағы уақытта арнайы көліктермен жүретін топтар құруды жоспарлап отыр. Адамдар сонда коронавирусқа тест тапсыруларына болады. Тағы бір қиын жағдай, қазір аллергиялық кезең басталды. Яғни мұрны қызарып, түшкірушілер көбейеді деген сөз. Ердәулет Ыбырайлы, Хабар 24. Ал Иранда карантин режимі біртіндеп бәсеңдей бастайды. Бұл туралы ел президенті Хасан Рухани хабарлады. Өз сөзінде ол елдің ақ, сары және қызыл аудандарға бөлінетінін айтты. Мұнда вируске шалдыққан адам санына байланысты шектеу шаралары да әртүрлі болмақ. Мешіттер жұма намазы үшін ашылуы мүмкін. Қазірдің өзінде елдің бірнеше өңірінде ирандықтар жұмыстарына орала бастады. Естеріңізге салайық, таяу шығыста Иран коронавирустан көп зардап шеккен ел саналады. Аймақта дерттен көз жұмғандардың саны азайып барады. Соңғы тәулікте COVID-19-дан 60 адам қайтыс болды. Осылайша вирус құрбандарының қатары 5710-ға жетіп, 90.481 тұрғын осы кеселге шалдықты. Егер 2 аптадан кейін елдің жекелеген аудандарында індет таралуы бәсеңдесе, әрі кісі шығын азайса, денсаулық сақтау министрлігі сол өңірді ақ түспен белгілейтін болады. Ал қауіпті аудандарға сары мен қызыл түс беріледі. Осылайша карантиннен біртіндеп шыға бастаймыз. Испанияның жағалау күзеті Атлант мұхитында өлім аузынан аман қалған 49 мигрантты Гран Канария аралына жеткізді. Кірмелердің 20-сы кәмелет жасқа толмағандар. Барлығы дін аман. Қызыл крест ұйымының хабарлауынша келімсектер отырған кеме бір апта бойы суда болған. Мигранттардың дені Африка елдерден, көбіне Мали мен Сенегал азаматтар. Айта кетейік, соңғы кездері Испанияға өзге елден келген заңсыз кірмелердің саны өткен жылмен салыстырғанда 20% азайғанымен, Канар аралдарына табан тіреген мигранттардың саны керісінше өскен. Жалғастырайық. Алматы облысында қант қызылшасының егістік алқабы 2100 гектарға артады. Сөйтіп, жетісулық шаруалар биыл 16000 гектарға тәтті түбір себеді. Арзандатылған жанармай алып іске кіріскендердің қатарында Сарқан ауданының шаруа қожалықтары да бар. Жасұлан Мұхаммади жыл сайын 150 гектарға тәтті түбір себеді. Биыл егістік алқабының 4 гектарына қант қызылшасының Германиядан әкелінген элиталық тұқымын екті. Көктемгі науқанға білек сыбана кіріскен шаруа бар жұмысты алдағы бірнеше күнде аяқтамақ. Күзде жыртып удобрение бердік, көктемде удобрениесін бердік. Қазір уақытымен себіліп жатырық. Енді жоспар бойынша 650 центнерден кем алмаймыз деген ойдамыз. Ата кәсіпті жалғастырып келе жатқан шаруа былтыр мемлекет көмегімен ауыл шаруашылығы көліктерін жаңартты. Оның ақысын 2 жылдық жеңілдіктен соң төлей бастайды. Озық үлгідегі техника есебінен қожалықтағы еңбек өнімділігі арта түскен. 5 операцияны делает. Мына трактордың тіркемесі бір рет жүргенде тегістеу, егу сияқты 5 бірдей жұмысты жасайды. Бұндай жаңа техника жанға жайлы. Сол себепті көп шаршатпайды. Күн батпай көп шаруаны тындыруға болады. Сарқан ауданында 80 шаруашылық тәтті түбір егеді. Аймақтың дала еңбеккерлері биыл қант қызылшасының алқабын 1200 гектарға көбейтіп, 3200 гектарға жеткізген. 6000 гектарға қант қызылшасы дақылы себіліп отыр бүгінгі күнге. Ол Ақсу, Алакөл, Сарқант, Ескелді, Қаратал, Көксу, Кербұлақ және Қапшағай, Талдықорған қалаларында басталды. 2014 жылдан бастап Жетісу акционерлік қоғамымен бірлесе отырып 28 сервистік дайындау орталықтары құрылды. Оған жаңағы 6,5 миллиард теңге бөлініп, 617 бірлік техника жұмылдырылған.
Бүгінгі күнге дейін облыстағы қант қызылшасы алқабының тең жартысына жуығы игерілді. Егістік науқаны алдағы 10 шақты күнде аяқталады. Аспаннан жауып жерден өнсе, биыл жетісулық шаруалар 600 мың тонна тәтті түбір жинауды жоспарлап отыр. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24, Алматы облысынан. Жеңіс күнді жақындату жолында жарты Еуропа жолын жаяу таптадық. Бұл әйгілі жеңіс күні әннің сөздері. Мені осы өлең жолдары қатты тебірентеді. Өйткені мұның қаншалықты рас екен жақсы білем. Мен шынымен де Берлинге жаяу жеткем. Жұмабек Шахмарданов. Менің атам соғыстың аштығы мен қиындығын еске алғысы келмейтін. Бірақ бәрімізге бір үзім нанның қадірін түсінуді үйретті. Нанды тастатқызбайтын, қоқымын жинап отыратын, өйткені аштықтың қандай болатынын жақсы білетін. Адамдар шөп жеп, құрт шаянды азық еткен, өзеннен су ішкен кездер болған деп жиі айтып отыратын. Қазір ондайды тек кинодан ғана көруге болады. Ал ондай қиналысты біздің ет жақынымыз көрді. Ата, айтқан өсеттерің мәңгі жадымызда, жатқан жерің жайлы болсын. Әлия Шахмарданова, Жұмабек Шахмардановтың немересі. Енді жол жөндеуге қатысты. Биыл Маңғыстау облысындағы бірнеше ауылға кірме жол салынады. Маңғыстау, Түпқараған, Қарақия және Бейнеу ауданына қарасты елді мекендерге кіретін күре жолға жаңадан асфальт төселеді. Жол салу демекші, оның сапасын бақылауда жіті назарда. Жергілікті мамандар жыл басынан бері аймақ жолдарынан қайта жөндеуден өтуі тиіс 200-ге жуық учаскен анықтаған. Құрылысы сапасы жүргізілген жолдардың дені республикалық маңызға ие. Тілшіміз Талғат Исламұлы рет-ретімен баяндайды. Шайырлықтар үшін қуанышты жаңалық. Ауылға кіреберіс 2-8 шақырым жол жөнделетін болды. Ұзақ жылдар тұрғындарды мазалап келген мәселені шешуге қажет қаражат бюджеттен бөлінді. Енді Маңғыстау ауданының әкімдігі конкурс жариялауы керек. Жеңімпаз мердігер анықталған соң жол құрылысы басталады. Аудан орталығы шетпеден 0,21 шақырым, сондай-ақ Жармыш ауылына кіреберіс 2 шақырым кірме жолдың кем-кетігі биыл түзеледі. Маңғыстау ауданында шетпе ұштаған жолы 10 ауылына кіреберіс бәрі де түгелімен бітті. Енді сол бір жақта қалған бір проект, бұл Тұшолық ауылына кіреберіс проект 3 жылға созылып жатыр. Бұл жүт енді 50% ғана республикалық бюджет 2017-18 жылы берген, қалғанның бәрін осы жергілікті бюджеттен осы жылға 127 миллион ақшасы қаралып тұр. Қалғаны 8 километр. Қазір мына күн жылығаннан кейін мердігер мекеме ақшасын
егеріп жұмысты түгел бітіруге тиіс. Жоспар бойынша осы жылы Қарақия ауданының Ералы елді мекеніне 12-де 5 шақырымдық кірме жол салынуы керек. Бұндай жобалар Бейнеу ауданы қарасы Сыңғырлау ауылы мен Түпқарағандағы Қызылөзен ауылында да жүзеге асады. Бұл трассалар кеңестік дәуірде салынған. Жөндеу көрмеген соң қазіргі күйі өте нашар. Қуантарлығы, оларды қалпына келтіру үшін қаржы облыста қаралып тұр. Мемлекет қаржысына жасалатын жаңа жобаларда жол сапасын бақылаушылардың жіті назарында болады. Жол активтері ұлттық сапа орталығының мамандары өткен 3 айда көлік жолдарынан 103 кемшілік тапты. Республикалық және жергілікті маңыздағы трассаларда 84 рет тексеру жүргізілген. Алынған сынаманың дені нормативті құжат талаптарына сай емес. 160 материал алынды. Сол қателіктердің 96-сы республикалық маңызы бар жолдарда, 7-еуі жергілікті маңызы жолдарда. Бұл жіберілген кемшіліктерді болашақта қайталанбас үшін, орнына келтіру үшін біздің қадағалауымызда, құзырымызда болады. Жылдың алғашқы 90-да анықталған олқылықтарды жою үшін мердігер компаниялар мен тапсырыс беруші мемлекеттік мекемелерге 48 рет қызметті хат жолданған. Талғат Исламұлы, Ренат Досалиев, Маңғыстау облысы, Хабар 24. Ал Көкшетауда биыл қала көшелеріне жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін 1,5 миллиард теңге бөлініп отыр. Бұл қаржыға 10 шақты көшенің асфальт қабаты қалыпқа келтіріледі, бұдан бөлек тағы бірнеше көше жаңадан салынуда. Осылайша жол құрылысына бас аяғы 6 миллиард теңге қарастырылған. Тілшіміз Дамир Берікұлы айтып берсін. Көкшетаудың көшелері өте жаман деп айтуға келмейді. Өйткені жыл сайын жаңартылып отырады. Бірақ сол жылда жөнделетін жолдардың сапасы күмән тудырады дейді тұрғындар. Өйткені былтыр ғана қалыпқа келтірілген жол биыл қайтадан ойдым-ойдым болып шыға келетіні бар. Істегенде дұрыс істемейді. Орталық істейді, шеттерде қарамайды дұрыс. Қуанышы, былтыр ғана істегенде, былтыр. Өзім көзіммен көрдім. Биыл міне көктем келді, быт жолдар бәрі. За этим должен быть особый контроль. Жолдың сапасын қатаң қадағалау қажет. Мердігер компания салған жолы көпке шыдамаса, қайтадан өз қаражатына қалыпқа келтіруі тиіс. Сонда ғана сапа болады. Мәселен, мен Әуезов көшесін білем, оны жылда жөндейді. Жолдардың неге көпке шыдамайтын арнайы мамандардан да сұрап білдік. Мәселен, жолдың сапасын тексеретін мемлекеттік мекеме өкілдерінің айтуынша, көптеген көшелерде суағарлар дұрыс қарастырылмаған. Сол себепті де асфальт бетінде қалған су жолдың тез бұзылуына сеп болмақ. Ал маман Назарбаев даңғылындағы жаңадан төселген жабындының қалыңдығы қалыпты деген баға берді. Здесь у нас около 6. Қалада біз тексеретін осындай әлі 6 учаске бар. Барлығында да осылай алдымен қалыңдығын өлшейміз. Сонан соң сынама алып, оны арнайы зертханада бірнеше күн сынақтан өткіземіз. Міне, сонда барып құрылыс материалдарының сапасы белгілі болады. Ағымдағы жөндеу жұмыстарының көпке жетпейтін әкімдіктегілер де мойындайды. Айтуларынша өйтпеске амал жоқ. Себебі барлығы да қаржыға келіп тіреледі. Соответственно, текущий ремонт, само название говорит. Ағымдағы жөндеу деп ат айтып тұрғандай, ол көпке шыдамайды. Шамамен 2 жылға ғана жетеді. Ал күрделі жөндеу жүргізуге қыруар қаражат қажет. Сондықтан біз ағымдағы жөндеу жұмыстарымен көшелерді жаңартып отырамыз. Айта кетейік, биыл күзде Көкшетауда Қазақстан-Ресей ынтымақтастық форумы өтеді. Аталған шараға дайындық ретінде де қалада біраз жолдар жөнделіп, тағы бірнешеуі жаңадан салынбақ. Айталық Қопа көлін жағалай және Абылайхан даңғылынан Сарыарқа Мөлтек ауданына төте апаратын жолдар іске қосылады. Жол сапасын тексеретін мекемелер мен қоғамдық ұйымдар аталған құрылыс жұмыстарының барлығы бақылауда болады деп сендіріп отыр. Дамир Берікұлы, Анатолий Полянный, Евгений Шинкаренко, Көкшетаудан, Хабар 24. Оралдық полицей Бауыржан Оспанов соңғы 10 жыл бойы Ұлы Отан соғысына қатысқан әкесінің жорық жолындағы тың деректерін жинап жүр. Тынымсыз ізденіс жұмыстарының барысында ол әкесінің туған ағасы туралы мәліметтер тауыпты. Ағасы әйгілі Орлов операциясы кезінде мыңдаған жауынгермен бірге оққа ұшқан екен. Әкесінің өмір жолын зерттеу барысында жиған мол мұрағатты майдангерлер ұрпақтармен бөлісуге дайынмын дейтін азаматпен сол өңірдегі әріптесім Талғат Серікқалиұлы тілдесіп қайтты. Жылдам қимылдайтын арнайы жасақтың көп уақыты спорт залында өтеді. Өйткені жүктелген міндет жүгі жеңіл емес. Қоғам қауіпсіздігін қорғауға әркез даяр болу керек. Ал жаттығуда қиналсаң, ұрыста жеңіл болатыны белгілі. Мұны жасақ командирі Бауыржан Оспанов та жиі қайталайды.
Бауыржанның әкесі Мұхамбетқали Оспанов 17 жасында майданға алыныпты. Мәскеуден басталған ұрыстағы сапары Шығыс Пруссия, кейін Кёнигсбергте жалғасады. Отан қорғау жолындағы жетістіктеріне мына секілді марапаттары куә. Сондықтан болар кейіпкеріміз бала кезінен соғыс тақырыбына ден қояды. Әкесі майдан туралы тіс жармаса да, оның ұрыстағы өмір жолын өз бетімен зерттеуге кіріседі. Жорық жолының сызбасын картаға түсіріп, полктың жауынгерлік туының көшірмесін жасатады. Мой отец прошел боевой путь. Әкем алдымен Орынбордағы запастағы 364-ші атқыштар полкіне қабылданады. Зерттеу барысында бұл полкке Батыс Қазақстаннан бөлек Ақтөбе мен Атырау облыстарынан да көптеген қазақ азаматтары шақырғанына куә болдым. Оның бәрі тарих. Жауынгерлік туды жасатқан себебім ұрпақтары әкемнің жеңісті жақындатуға қосқан үлесін біліп жүрсін деймін. Бауыржан Оспанов сұрау сала жүріп, осы полктың құрамында 80 Қазақстан азаматының болғанын, олардың көбі із-түссіз кеткенін анықтапты. Болашақта оны бөлек жариялаймын. Өйткені бұл мәліметтер мен секілді жақынын іздеп жүргендерге жәрдемі тиюі әбден мүмкін ғой дейді ол. Тынымсыз ізденіс нәтижесінде әкесінің ағасы Есенғали Жандыбаев туралы тың мәліметтерді тауыпты. Он тоже также родился у нас в Терекинском районе. Әкемнің ағасы да Теректі ауданында туған, сол кездегі Сталин атындағы колхозда, яғни қазіргі Ақсуат ауылында тұрған. 1939 жылға дейін темір жолда еңбек етіп, кейін әскерге алынады. 26 жастағы сержант 1943 жылы Орлов қаласы маңындағы ауылды азат ету кезінде қаза тапқан. Құжаттары табылды. Зерттей келе ағамыздың Болхов ауданындағы бауырластар зиратында жерленгенін анықтадым. Бауыржан өте өз ісінің маманы, білікті басшы, жаңағыдай жан-жақты азамат, соның негізі болар, арқасында болар. Жаңа өзі кейін кездерде осы өзінің әкесіне және де осы жақтағы барлық отан соғысына қатысқан осы елдің азаматтарына қатысты тың ақпараттарды жинап жүр. Қазіргі уақытта оны біріктіріп, өзінің жаңағыдай кейінгі жастарға үлгі болатындай, өзіміздің әріптестерге үлгі болатындай жаңа шаруамен айналып жүр. Бауыржан қызмет барысында жасақ жауынгерлерін мергендікке баулайды. Қазір біз оның шеберлігін нақты істе байқап көрейік. Міне, нәтижені бақылайық. Үшеуі де 10-ға тигенін көрдік. Яғни біздің кейіпкеріміздің Құралайды көзге атқан мерген екеніне көз жеткіздік. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмутов, Орал, Хабар 24. Денсаулық сақтау министрлігі мәліметіне сүйенсек, елімізде коронавирус инфекциясын жұқтырудың тағы 11 дерегі тіркелді. Сонымен Қазақстан бойынша індетке шалдыққандардың жалпы саны 2791 адамға жетті. 682 науқас емделіп шықты, 25 адам қайтыс болды. Еліміздің 5 облысында, яғни Ақмола, Қостанай, Солтүстік Қазақстан, Қызылорда облыстарында күн райы бұзылуы мүмкін. Тұман түсіп, күн күркірейді. Синоптиктер кейбір өңірлерде жел тұрып, ұйытқуы секундына 20 метрге жетуі мүмкін деп болжайды. Әсіресе Қызылорда облысында қолайсыз ауа райы сәрсенбіге дейін сақталады дейді мамандар. Желдің күші секундына 23 метрге жетеді деген ақпарат бар. Сонымен әзірге айтарымыз осы. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет.